Өз үйіңізді армандап жүрсіз бе? Бірақ неден бастарымды білмеймін дейсіз бе? Қазақстандағы жас мамандарға жеңілдетілген шарттармен пәтер алуға болатынын естідіңіз бе? Арманыңыздағы үйге қалай тез әрі оңай қол жеткізуге болады? Банк клиенттерінің жағдайын жақсы түсініп, солардың қажеттіліктеріне сай ұсыныстар жасау маңызды. Өңірлердің ерекшеліктерін, халықтың табысын ескеру арқылы нақты шешімдер ұсыну керек. Қазақстанның ірі қалаларында, мысалы Астана, Қарағанды, Семей, Елорда жастары немесе Қарағанды жастар сияқты арнайы бағдарламалар бар екенін білесіз бе? Бұл бағдарламалар жас мамандарға жеңілдетілген шарттармен пәтер алуға мүмкіндік береді. Бірақ олар қандай жеңілдіктер береді және қалай қатысуға болады? Сәлем достар, сіздермен бірге Ипотека Академиясы. Сонымен кеттік. Ендеше сіз Қазақстанның бір өңірінде тұратын жас мамансыз. Университет бітіріп жұмыс істеп жүрсіз. Жалдамалы пәтерде тұрып келесіз. Енді өзіңіздің жеке пәтеріңізді алғыңыз келеді. Не істеу керек? Алдымен жергілікті әкімдікке барып, бағдарламаға қатысу үшін бағыттама аласыз. Ол қалай жұмыс істейді? Құжаттарды дайындау. Бағыттаманы алғаннан кейін қажетті құжаттарды жинап, отбасы банкке тапсырасыз. Құжаттарды банкке бармай-ақ онлайн түрде өткізуге болады. Құжаттарды тексеру. Банк құжаттарыңызды тексеріп, сіздің бағдарлама шарттарына сай екендігіңізді анықтайды. Нәтиже, барлығы дұрыс болса, сіз жеңілдетілген несие ала аласыз. Бағдарламаға қатысу үшін негізгі талап 35 жасқа дейінгі жас маман болу. Бағдарламалар білім беру, денсаулық сақтау, мәдениет, спорт және басқа да салалардағы мамандарды қолдайды. Мысалы, Ақтөбеде қоғамдық ұйымдар мен коммуналдық қызметкерлерде бағдарламаға кіреді. Ал Қызылордада банк қызметкерлері қосылады. Сіз жұмыс істейтін салаға сәйкес келетін мамандықтарды білгіңіз келсе, QR кодты сканерлеп, толық тізімін көре аласыз. Ал енді нақты бір мысалды қарастырайық. Алматы жастары бағдарламасы. Алматыда жұмыс істейтін 35 жасқа дейінгі жас мамандарға арналған жеңілдетілген несие бағдарламасы. Бағдарламаның шарттары: пайыздық мөлшерлеме 5%-дан басталады. Бастапқы жарна 10%-дан басталады. Бірінші немесе екінші нарықтағы пәтерлерден таңдау мүмкіндігі бар. Несиенің мерзімі 25 жылға дейін. Бағдарламаға қатысу үшін Қазақстан азаматтығы Алматыда кем дегенде 6 ай жұмыс істеп, өз атыңызда тұрғын үйдің болмауы керек. Бекітілген мамандықтың бірінде жұмыс істеу керексіз. Несиенің ең үлкен сомасы 18 миллион теңге. Өтінішті Алматы жастары .kz сайт арқылы жылдам әрі ыңғайлы түрде тапсыра аласыз. Бағдарламадан қалай көбірек ұпай жинауға болады? Есептеп көрейік. Мысалы, сіз 5 жылдық еңбек өтілі бар жас мұғалімсіз. 3 жылдан бері некедесіз. Бір балаңыз бар. Әр жұмыс жылыңызға 2 ұпайдан беріледі, яғни 5 жылда ол 10 ұпай. Некеңіз үшін 1 ұпай, балаңыз үшін 1 ұпай, барлығы сізде 12 ұпай болады. Егер сіз әлеуметтік осал топқа жатсаңыз, қосымша 5 ұпай аласыз. Қаншалықты көп ұпай жинасаңыз, бағдарламаға қатысу мүмкіндігіңіз соғұрлым жоғары болады. Алматы жастары бағдарламасы білім беру, медицина, мәдениет, спорт және тағы да басқа салалардағы мамандар үшін ашық. Осылайша әр өңірде осындай бағдарламалар бар. Тек әрқайсысы сол өмірдің әлеуметтік экономикалық жағдайына қарай жасалған. Астана, Алматы, Шымкент немесе басқа қалада тұрсаңыз да өз мүмкіндігіңізді жібермеңіз. Жеңілдетілген несие сіздің үй алуға деген алғашқы қадамыңыз болуы мүмкін. Бүгінгі шығарылым аяқталды. Сіздермен бірге болған Ипотека Академиясы. Сау болыңыздар.